Сәлем, неврологияның екінші сабағына қош келдің. Сенімен тағы кездескеніме өте қуаныштымын. Бүгін біз ерікті қозғалыс және оның бұзылыстары туралы тақырып қозғаймыз. Ерікті қозғалысқа бізге жалпы не жатады? Адамның еркіне бағынатын іс-әрекеттер жатады. Мысалға, маған мына затты алу керек болды, мен оны барып аламын. Алған кезде де оны дірілдемей тура орнына барған жерде ұстап аласың, ерікті түрде. Немесе саған біреу сөйлеген кезде оған ерікті түрде ответ қайтаруың, немесе біреу сенің жыныңа тиген кезде оны ұрғаның барлығы саналы әрекеттерге жатады. Ал сол саналы әрекеттерді біздің пирамидалық жолдар іске асырады. Пирамидалық жолдар. Оған екі түрлі жол жатады: трактус кортика спиналис, трактус кортика нуклеарис. Осы екі жолдың жүру жолдарын мен алдыңғы видеомда YouTube каналында салған болатынмын, кіріп көрсең болады. Сол жерде схематично өте жақсы түсіндіріп салған болатын. Бірінші осы видеоны жалғастырмай жатып, сонда барып көріп алғаның дұрыс. Кеттік. Осында екі жолдан тұрады. Осы екі жолдың енді біз нақты бұзылыстарына көшейік. Бізде бұзылыстарын екіге бөліп қарастырамыз: орталық және перифериялық деп. Бізде орталық салдану болған кезде үнемі спастика болады, яғни сіресу. Дененің бұлшықеттерінің тонусы қатайып сіреседі. Спастикалық сіресу. Біз соның екінші мағынасы ретінде спастикалық деп қарастыруымызға болады. Перифериялық дегеніміз, яғни ол шеткі. Шеткі аймағы зақымданған кезде пирамидалық жолдың, қазір оны қай жақта екенін айтам. Ол кезде керісінше андай салдану болады. Ерік қозғалысқа икемсіз, тонусы да төмен, сондай болады шеткіде. Осында екі түрлі бұзылыстан тұрады. Енді орталыққа қайшы жатады, перифериялыққа қайшы жатады. Мынау ми. Мидан кейін аяқтағы сопақша мидан өтіп жұлынға жалғасып кетті. Мынау бізде 31 жұп жұлын шығатын, осы омыртқа бағанамыздағы сүйектердің ортасынан жүріп өтіп жатқан бізде жұлын. Осы жұлындар әрқайсысы белгілі бір сегменттерден тұрады. Мына жақтан мына жаққа дейін мойын сегмент, одан кейін кеуде, одан кейін бел, одан кейін сегіз көз, одан кейін соңғы құйымшақтың бір сегменті бар. Осындай сегменттердің екі белгілі аймағы бар. Утолщение, яғни екеуінің қалыңдаған жері бар. Мынау бізде екеуінің бесінші мойын сегменті мен кеуденің примерно бірінші, екінші сегментіне дейін осы бізде жұлын қалыңдайды. Сол қалыңдаған жерінде бізде меншікті ядролар орналасқан. Бұл меншікті ядролар қандай ядролар десеңіз, мына жақта қол бар адамның. Осындай қолына иннервацияны беріп тұратын негізгі меншікті шеткі ядролары осы қалыңдауында орналасқан. Дәл осы жұлынның бойындағы ядролар бізде перифериялық орталыққа жатады. Перифериялық қозғалтқыш орталығына жатады. Бұл ядролар қолдың меншікті ядролары болып табылады. Бұл шеткі перифериялық. Одан кейін бізде екінші қалыңдау аймағы мынау белдің бірінші және сегіз көздің екінші сегменттердің аралығында примерно. Осындай қалыңдау аймағы бар. Бұл неге жауап береді десек, бұл аяқтың меншікті ядролары. Аяқтың саналы түрде әрекет етуіне жағдай жасайтын меншікті ядролар. Бұл да бізде перифериялық шеткі орталығына жатады. Егер бізде проблема осы жерде болса, тура осы жердің травмасы болса, немесе инфекция тура осы жерде келіп қабындыратын болса, не болады? Значит, онда бізде перифериялық бұзылыс болатыр деген сөз. Ал бізде орталық бұзылысқа мынау ми бағанындағы проблемалар полный. Мына жердегі жолдардағы бұзылыстар жатады. Бізде любой нәрсе мимен байланысады ғой, сигналмен ше. Импульс, нерв импульстері арқылы байланысады. Импульс осы жолының ағзатының бәрі лифт сияқты жоғарыға импульс жібереді ғой. Сол ағзатындағы бұзылыстар, сонымен қатар миының бағанының бөлімдері бұзылысқа ұшырайтын болса, ол бізде орталық зақымдану болып табылады. Бізде шеткі зақымдануға не кіреді? Шеткі зақымданудан бастап. Шеткі зақымдануға
рефлексия. Гипорефлексия немесе а рефлексия жатады. Гипотонус немесе а тонус жатады. Және де осы біз электромиография деген құрал бар, сол арқылы электр тоғын өткізіп бұлшықетті тітіркендіріп көргенімізде оның жиырылу күшін, жиырылу толқындарын анықтаймыз. Ал осы бұзылыс болып жатқан жерде оның тонусы мен күші төмендейді. Сол үшін біз бұл жерде электр өткізгіштігі төмендейді деп сипаттама береміз. Одан кейін бұл жерде фибрилляция, фасцикуляция болады. Яғни бұл деген майда қолда дірілдер болады деген сөз. Фибрилляция, фасцикуляция тән. Одан кейін бізде көрінісі оның плегия, парезия, яғни салдану. Егер де бізде шеткі аймақ, мына ядролары зақымданатын болса, осындай көріністер болады. Рефлекстің, яғни белгілі бір іс-әрекетке рефлекстің төмендеуі немесе жоғалуы, бұлшықеттің тонусының төмендеуі немесе жоғалуы, электр өткізгіштігінің соған сәйкес төмендеуі, одан кейін фибрилляция, фасцикуляция, яғни дірілдерден пайда болуы майда-майда, одан кейін плегия, парез, яғни салдану, сондай 5 бізге көріністен. Осы бесеуін нақтылап айтсаңыздар, ол өте дұрыс деген сөз. Енді тура осы зақымданулар, егер де мына жақта зақымдану болатын болса, осы ядроларда қолда сондай көрініс болады. Ал плегия, парез болады деп айта берейік. Ал енді бізде сұрақ болады, егер мына жақ зақымданса ше, егер мына жақ зақымданса ше деген сияқты. Егер бізде осы қалыңдау аймағынан төмен аймақ зақымдалатын болса, ол кезде керісінше осы жолдың барлығы неге жатады деді ме? Орталық салдануға жатады. Бұл жерде спастикалық көрініс көрінеді уже. Оны мысалға сіресу деп келтірілген. Сіресу. Одан төмен зақымдалса сіресу. Ал тура мына аймақта зақымдану болатын болса, не деп айттым? Ол кезде салдану болады. Салдану болады, өйткені ядро құрып тұр. Одан кейінгі жоғарғы аймақта проблема болатын болса, не болады? Мына ядролар құрылып тұрған жоқ, ядро қалыпты тұр. Ол сұр затында орналасқан ядро. Бұл жерде проблема ақ затындағы мына жердегі бұзылыс болып тұр. Ол кезде не болады деген сөз? Төменгі аймақта сіресу болады. Өйткені мына көк жолақтар ол орталықтың жолы болып табылады, сіресу. Ал бізде мына аймақ зақымдалатын болса, ол кезде көк сызықтар көріп тұрсыз, бұл көк сызықтар аяққа қарай кетіп жатқан импульстер. Сол аяққа кетіп жатқан импульстердің несі бұзылады да, ол кезде аяқ жақта сіресу болады. Аяқ жақтың сіресуі болады. Ал бірақ қолдың ядролары бұзылып тұр ғой. Қолдың салдануы болады. Мына жақта қолдың салдануы болады. Мына сіресу, ал мына жақ болжа аяқта салдану болады. Енді одан жоғары аймақта болатын болса, мына орталық қой. Орталық болатын болса, полный барлық жақта орталық плегия, парез, сіресулер болады. Енді орталықтың спастикалық түрдің біз нелерін айтайық, көріністер. Ол кезде бізде гипертонус, гиперрефлексия, ол жерде бұлшықеттердің тонусы жоғарылаған болады, рефлекстерге жауап қайтару өте жоғары дәрежеде болады. Одан кейін бізде синкинезиялар болады. Толықтыру кітаптан оқып аласыздар. Синкинезияның өзіндік түрлері бар. Синкинезия бұл қимыл қозғалыстың несі, үйлесімділігінің бұзылысы, синкинезиялар. Одан кейін бізде клонустар болады. Клонус дегеніміз, мысалға науқастың аяғын немесе қолын дәл осылай бүйтіп қатты тіреп тұрып, жіберіп қалсаңыз,
қолы бүйтіп дірілдейді. Сол дірілдеу осы конусқа жатады. Одан кейін осы электр өткізгіштігі мына жақта төмендеген болса, зерттеп көрген кезде мына жақта электр өткізгіштігі жоғарылайды. Міне бұл орталық салданудың негізгі көріністері. Осы жалпы бүгінге осы. Назарыңа рахмет. Дәл осы сабақтан, дәл осы тақырыптан 5 алуыңа тілектеспін. Одан бұрын алдымызға науқас келгенде дәл осы тақырыпты пайдалы ақпарат ретінде қолдануыңа тілектеспін.